Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписаться етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қостанай облысында қаза тапқан мұғалімдер туралы тың шықты. Қостанай облысы жол-көлік оқиғаларынан қаза тапқан мұғалімдер туыстарын көруге асыққан деп хабарлайды Елтішкі ақпарат агенттігі. 16 желтоқсан Қостанай облысы жантүршігерлік жол апатынан көз жұмған 3 адамның екеуі мұғалім болған. Мұғалімдер мекен жайы ағайын туыстарымен көрісуге шарапат алған, деді Қостанай облысы білім басқармасы. Айта кетейік, Қостанай, Әликөл және Сұлған жолдарындағы Волга және Тойота Алпы көліктерінің соқтығысқанда бірнеше адам қаза тапқан еді. 16 желтоқсан Қостанай облысы аумағында жол апатынан 2 педагог қаза тапқаны қайғылы хабарлаймыз. Қостанай облысы Заречное мектеп-лицейінің орыс тілі және әдебиеті пән мұғалімі, сондай-ақ Сарыалтын аудандағы Үлкен Чуруков жалпы білім беру мектебінің педагог-психологы Қостанай Әуелкөл Сұлған тас жолында жол апатынан қаза тапқан. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.